Assalomu alaykum қазақ елі. Солтүстік Кореяның президенті Ким Чен Ын жүрек қан тамыр операциясын жасап, қазір жағдайы мүшкіл деп хабарлайды. Америка президенті Трамп Twitter парақшасында иммигрант саясатын уақытша тоқтатамыз деп жариялапты. Трамптың бұлай айтуының себебі бірінші індетке байланысты екен, екінші Американың экономика дағдарысқа ұшырауының кесірінен деп айтыпты. Өйткені індет Америкада басталғаннан бері Америкада жалпы бетті жұмыссыздық проценті қатты көтеріліп кеткен. Халықтың көбі жұмыссыз қалған. Сол үшін Америка президенті Америка халқының мүддесін ойлап, осындай талдау жасағанға мәжбүр болды. Америка халқының мүддесі Америка үкіметі үшін бірінші орында. Бірақ бәрібір Американың демократия партиясының басшылары Трампқа өз наразылықтарын білдіріп жатыр. Әрине, демократия партиясының негізгі жұмыстары Трамптың бастаған партиясына қарсы жұмыс жасау, яғни олардың кемшіліктерін беттеріне басып айту. Негізгі жұмыстары олардікі осы. Бірақ Трамптың бұл шешімі жалпы бетті Американың халқының қолдауына ие. Енді Трамп иммигрантты тоқтатуға қол қойса, онда Америкадағы заңсыз иммигранттардың жағдайы мүшкіл болмақ. Өйткені заңсыз шетелден асып келген заңсыз иммигранттар, ықтияр хат жоқ иммигранттар өте көп. Америка демократия мемлекеті ретінде әрине бұл заңды атқару үшін үлкен кедергі келеді. Өйткені жалпы бетті адам құқық бірінші орында болған Америка үшін шетелден келген иммигранттарды қабылдамау деген ол енді адам құқығына қарсы болып табылады. Бірақ Трамп үкіметі жалпы бетті қазір тек Америка халқының мүддесін бірінші орынға қояды. Бұл заң әрине осындай ерекше мезгілде шыққан заң. Бұл заң тек қана уақытша осы індетке байланысты, Американың экономикасының құлдырауына байланысты шыққан уақытша заң болып табылады. Ал егерде Америкада осы заң іске асса, онда бүкіл Еуропа, жалпы бетті батыс елдері де осы ауқымға көшу мүмкін. Яғни иммигранттарды қабылдамайтын заң шығару әбден мүмкін. Әрине, батыс елдерде жалпы оларда өз мемлекетінің халқы мүддесін бірінші орынға қою керек. Қазіргі індеттің кесірінен бүкіл Еуропа халқы жұмыссыз, экономикасы тоқтауда. Олардың да хал жағдайы мүшкіл. Сол үшін олардың үкіметтерде осындай заң қабылдау әбден мүмкін. Өйткені
бұндай дағдарыс әр мемлекетке келген кезде қай мемлекет болсын басшылары солай істеу тиісті. Пиу зерттеу орталығының статистикасы бойынша 2020 жылы Қытай иммигрант Америкада тек 26% Америка халқы оларға зауқы соғады, ал 66% Америка халқы оларға зауқы соқпайтын болған. Бұл өткен жылдағы көрсеткішпен салыстырғанда жалпы бетті Америка халқының Қытай иммигрантына деген әсері өте төмен ықпал көрсетеді. Яғни Америка халқы жалпы бетті Қытай иммигрантын қабылдамайды деген деуге болады. Жалпы коронавирус індеті Америка халқының Қытай иммигрантына деген жеккөрініш жалпы жоғарылап кетті. Осы індет бір үлкен себеп болды. Ал бұның алдында қай мезгілде осындай Қытай иммигрантына Америка халқының әсері осындай нашар болды десек, ол 50 жылдың алдындағы мезгілді айтуға болады. Яғни Қытай басшысы Мау заманына соған қайтуға тура келеді. Ал Қытай мемлекетінің өзіне келсек, қазір олардың Қытайдағы медиалар, жалпы коммунистік медиалар, олардың айтуы бойынша жалпы бетті қазір бүкіл әлем Қытайдың жетістігіне таңғы қалыспен қарап, жалпы Қытай халқына өте жоғары деңгейде құрметтейді, сыйлайды деп, өз халқын солай алдап арбап, бүкіл ютубты, фейсбукты, твиттерді, тағы басқа сол сияқты интернет контакттарды бәрін жауып, жалпы өз халқын солай алдап арбап отыр. Ал шын мәніне келсек, мейлі Америка болсын, жалпы батыс қоғамы болсын, керек болса бүкіл әлем болсын, қазір жалпы бетті Қытай коммунистік партиясына қарсы келуде. Ал Американың бұрынғы ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі бір мақала жариялады. Мақаланың тақырыбы How China See the World and How We Should See the China деген тақырып. Яғни Қытай үкіметі бүкіл әлемге деген көзқарасы және біз Америка үкіметі Қытай мемлекетіне қалай позиция ұстануымыз керек деген мағына білдіреді. Оның ойынша кезінде Трамптың қасында жүргенде бірге Қытайға барған сапарында Қытай президенті Ши Цзиньпинмен жолыққанда, сол кезде жалпы сол Ши Цзиньпиннің қасындағы басшылармен, Қытай коммунист партиясының басшыларымен жолыққан кезде жалпы Қытай үкіметінен бүкіл әлемге бір үлкен қауіп төніп тұрған сол кезде-ақ сезген екен. Және
Ол былай депті: кезінде, яғни 70-80 жылы, 20 ғасыр 70-80 жылы Америка үкіметі жалпы Қытай коммунистік билікке деген көзқарас өте жұмсақ болған. Сол кездегі Американың басындағы отырған басшылар жалпы Қытай үкіметіне оң баға беріп, олардың халқының жалпы мемлекеттің экономикасы көтерілсе, ол коммунистік жүйе өзінен ыдырап, капиталдық жүйеге ауысады деп солай жоспар солай жалпы жобалапты екен. Сол үшін сол кезде Америка үкіметі жалпы бетті Қытай үкіметіне көп қаржылай көмектесіп, экономикасын көтеруге үлкен қолдау көрсеткен екен. Әсіресе Қытай басшысы Дэн Шаопин билікке шыққаннан кейін Америка үкіметі мен Қытай үкіметінің арасындағы қарым-қатынас тіпті нығая түсіп, жалпы Қытай басшысы Дэн Шаопин бүкіл әлемге есігін ашып, яғни бүкіл әлемнің қаржыгерлерін өз мемлекетіне кіруіне жол қойған. Содан бастап Америка үкіметі осылай Қытай мемлекеті экономикасы дами берсе, халықтардың жағдайлары түзеле берсе, олар бәрібір Америка сияқты демократия қоғамға қосылады деп ойлаған екен. Қытай үкіметінің экономикасы көтерілуі жалпы халықтың жағдайы жақсаруына төте себеп. Ал Қытай халқының жағдайы жалпы беті жақсы болса, онда ол қоғам демократия қоғамға айналады деп сол кездегі Американың басшылары солай жақсы оймен ойлаған екен деп жазып. Бірақ қазіргі Қытай коммунистік биліктің диктатураның өте шектен асып кеткені, яғни демократ тұрмақ диктатураның бір шегіне жеткені қазіргі Американың басшыларына, олар үшін оның бәрі бір қиял, ұйықтап түс көрген ғана болды. Ал қазіргі Қытай коммунистік билік жалпы бүкіл әлемге үлкен қауіп төндірді. Өйткені олардың коммунистік жүйесі адам құқығын таптайтын диктатуралық жүйе. Олар, яғни Қытай коммунистік билік бұл жүйені жалпы бүкіл әлемнің басшыларына ұсынуда, не болмаса жұмсақ күш арқылы сіңіруде. Қытай коммунистік билік осындай диктатура жүйесін бүкіл әлемге жаюы жалпы демократия қоғамындағы батыс елдерге үлкен қауіп төніп тұр. Қытай коммунистің жабық диктатура жүйесі жалпы батыс қоғамын ұстанатын демократия жүйемен еркін экономика базарын
орнына шықпақ. Қытай коммунистік билік оңтүстік теңіздегі жасанды аралға арми база салуы және Тайвань аралындағы арми күштері әрі Шығыс теңіздегі арми күштері, осылардың барлығы Қытай коммунистік билік өзінің диктатура жүйесін бүкіл әлемге таратып жайғысы келетінінің бір белгісі. Ал кезіндегі СССР Совет одағы олар Америка мемлекетіне жалпы әрбір жақтан қауіп төндірген. Ал экономика жақтан онша көп қауіп төндірмеген. Ал 20 ғасыр 80-90 жылдарына келсек, Жапонның экономикасы жалпы бүкіл батыс мемлекеттеріне қауіп төндірген, бірақ әрбір жақтан қауіп төндірмеген. Ал бүгінгі Қытай коммунистік билік жалпы экономика жақтында, әрбір жақтында бүкіл батыс елдеріне, Америкаға үлкен қауіп төндіріп тұр. Мәкмәстер мемлекеттік сапармен ақш басшыларымен бірге Қытайға барғанда, Қытай басшыларының соншалықты тәкаппарлығы, соншалықты олар Қытай басшыларының айтқан сөздерінің түсінуге болатыны, яғни Қытай экономикасы бүкіл әлемнің бірінші орнына шығады деп, солай өздері мақтап, әрі бұдан былай ақш-тың көмегі қажет емес екендігін сол туралы ашық айтқаны. Яғни келешекте тек ақш-тың, Американың ролы тек Қытай үкіметіне шикізатты беру ғана. Ал Қытай болса ең озық техниканы өндіріп бүкіл әлемге сату. Қытай билігіндегілер бастан аяққа дейін өздерінің жүйесі, яғни диктатура жүйесін бір орай тауып бүкіл әлемге сол жүйені жүргізу, яғни бүкіл әлемнің қазіргі демократия жүйесін бүкілде жоққа шығарып диктатура жүйеге ауысуды соның негізгі мақсат деп санайды. Ал ол жүйені бүкіл әлемге жүргізу үшін Қытай билігінің қазіргі экономикасы мен әрбір күш жағдайы жалпы бетті сондай бір жоғары деңгейге жетті деп өздерін солай санайды. Қытай билігі үшін қазіргі ең үлкен жау тек Америка ғана. Егер де Америкадан озып өссе, онда олар бүкіл әлемнің бірінші орнына шығып, өзінің диктатура жүйесін бүкіл әлемге жүргізуге атсалысады. Сол үшін осы жиналыстан кейін Америкаға қайтқан соң Мәкмәстер жалпы Американың Қытайға қаратқан саясатын бүкілдей өзгертіп, басқа бір көзқараспен қарау екенін ұсынды. Яғни Қытайдың диктатура жүйесіне қарсы шығып, олардың Қытай коммунистердің диктатура жүйесін бүкіл әлемге жүргізуге кедергі болып, оларды қазіргі бастан бастап тек
каршы туруп, экономика жактан тоскоол болуп, одан кийин армий күч жактан аларга тоскоол болуп, жалпы бүкүл әлем демократия мемлекеттерин бәрін өз тарапына шақырып, Қытай коммунистік диктатура жүйеге жоқ деп айту. Осы жолмен ғана Қытай коммунистердің диктатура арманына жол бермеу екенін айтпақшы. Жалпы айтқанда, Қытай коммунистік биліктің ұстанымы бүкіл демократия мемлекеттерінің ұстанымымен қарама қайшы. Қытай коммунистің жалпы тірлігі тек қойдың терісін жамылған қасқырдың іс-әрекеті тәрізді. Яғни олар бүкіл әлемді, Американы осы 40-50 жылдан бері тек алдап арбаумен қана келе жатыр. Тек бүкіл әлемді алдап арбау арқылы өз мүддесіне жетті. Яғни экономика жақтан және армия күш жақтан әлемнің екінші орнына шықты. Енді олар бүкіл әлемге өзінің нағыз қандай пиғылдағы үкімет ұйым екенін бүкіл әлемге ақырындап көрсетіп жатыр. Кезіндегі Америка Қытай үкіметін халықаралық сауда ұйымына қосып, олардың экономикасын көтеруіне үлкен көмегін берген. Ал қазір Америка үкіметі үшін бұның бәрі тек диктатура жүйенің бүкіл әлемді жаулауға көмектескенін білді. Ал адам құқығына келсек, соңғы жылдары Қытай коммунистік диктатура жүйе христиан діндеріне, ислам мұсылмандарға, одан кейін буддизмдерге, жалпы дін ұстанары қауымға жасаған қиянаттар бүкіл әлемді шошытты. Әсіресе 2017 жылдан басталған Қытайдың шығыс Түркістан, Шинжаң, яғни Шинжаң аймағындағы миллион мұсылмандарды концлагерге қамау бүкіл әлемді шошытты. Ал Хонконгдағы халықты оларды қысым көрсетіп, үкіметке, яғни коммунистік жүйеге қарсы шыққандарды ұстап қамап, соттап, сондай келеңсіз жағдай жыласып кетті. Ал өздерінің халқына үйрену және мемлекетті қуаттау деген бағдарламаны шығарып, электронды нұсқасын шығарып, бүкіл халқына бағдарламаны оқып, яғни коммунистік идеологияны тіпті күшейтіп, тіпті асқақтату мақсатында осылай олар өз халқын миын жуып, коммунистік жүйені тіпті күшейтуде. Ал әлемге бір жол, бір белдеу бағдарламасын және Қытай 2025 деген бағдарламасын ұсынды. Осы жоба арқылы бүкіл әлемді
жаулау, тонау, сондай бір үлкен зұлым саясатын іске асырмақта. Ал батыс қоғамы, Америка қоғамы енді Қытай коммунистік биліктің диктатура жүйесінің, яғни бүкіл әлемді жаулау керек екеніне көз жетті. Енді олар іс-шараға көшіп, Қытай коммунистік диктатура жүйеге жоқ деуге мәжбүр болды. Яғни олардың арам пиғылдарын асырмауға керек болса, Қытай коммунистік биліктің бүкіл жер бетінен жойып жіберуге олар жалпы батыс қоғамы бірігуде. Дегенмен де Қытай коммунистік билік осы соңғы 10 жылдың ішінде біраз жетістікке жетіп, әсіресе өзінің жұмсақ күшімен бүкіл әлемді жаулау, бір жол бір белдеу бағдарламасы арқылы біраз жетістікке жетті. Бұл да жалпы батыс мемлекеттің Қытай коммунистік билікке деген жұмсақ саясатының кесірінен. Қалай болса да батыс қоғамы оянды. Енді олар мейлі қандай құрбандық берсе де, жалпы Қытай коммунистік жүйенің, диктатура жүйенің бүкіл әлемді жаулауға жол бермейтіні анық. Мәтінді ұсынған Алашорда арнасы.